Мен тұрмыстағы келіншекпін, ата-енемнің сүйікті келінімін. Аллаға шүкір, балаларымды өмірге әкеліп, жолдасымның ұрпағын жалғап, бақытқа кенеліп отырған анамын. Әйелдің бақыты тек мұнымен ғана шектелмейді екен. Әйел адамның болмысы солай бола ма екен? Қанша өзімді мен енді басқа елдің адамымын деп көндірсем де, төркінге қарай мойнымды созып отырамын. Қыз бала жанашыр келеді деген де рас екен. Әкемнің жағдайы қалай екен? Інім байқұстың миы қатып кеткен шығар деп, соларға алаңдаймын да отырамын. Егер анам тірі болғанда, дәл осылай төркініме алаңдап, жүрегімнің бір бөлшегі сол жақта қалмас еді ғой. Тағдыр ғой, амал нешік. Анам ауыр сырқаттан көз жұмды. Менің тұрмысқа шығып, балалы болғанымды көргенімен, жалғыз інімнің қуанышын көре алмай кетті. Келін алып, мен де ене атансам, қолымды жылы суға малып, немерелерімді ойнатып отырсам деген арманына өкінішке орай жете алмады. Әке-шешемнің жалғыз үміті еді інім. Анам жете алмай кеткен қызықтарды енді әкем көрсінші деп едім, ол үмітім де ақталмайтын сияқты. Өйткені келініміздің мінезіндегі қыңырлық пен қырсықтықты көрген кезде әкеме жаным ашиды. Анам осыны көрмей кетті. Егер анам болғанда бұл келінді не жөнге салар еді, немесе ұлымен бірге олардың болашағын көре алмаса үйлендірмес те еді. Бірақ адам алдында не күтіп тұрғанын білмейді ғой. Інім де махаббатқа мас болып, сезімнің жетегінде кеткен соң отбасылық өмірде не болады деп ойланбаған шығар. Қанша дегенмен жас қой бір жағынан. Анамыздан айырылған жыл барлығымызға ауыр тиді. Дегенмен тірі адам тіршілігін жасайды емес пе? Бәрінен де үйде қалған екі ер азаматқа қиын болды. Мен әйтеуір өз отбасымды құрып кеткен адаммын. Қайғымды жеңілдетер, қолдау білдірер ер азаматым жанымда. Балам бар, мойныма асылып отырған. Ата-енем бар, келінім бізге қызмет етеді деп күтіп отырған. Осылардың барлығын ойлай келе, еңсемді тіктемеске амалым да қалмаған еді. Анамның жылдығы өткенше мен төркініме жиі барып тұрдым. 2-3 күнге, кейде бір аптаға сұранып кететін едім. Ата-енем өздері жіберіп отырды. Олар мені қолдады, түсіністікпен қарады. Соның арқасында әкем мен інімнің жүнжіп кетуіне жол бермедім. Бір апталық тамақтарын жасайтындай етіп, барлығын турап, жеке-жеке қалтаға салып, мұздатқыш пен тоңазытқышқа жайғастырып, дайындап кетемін. Бір аптаға барғанымда үйдің іші сыртын толық тазалаудан өткізіп, тозып кетпеуіне жол бермедім. Солай әкем мен ініме қамқор болдым. Өзімнің жетегімде кішкентай бала болса да. Бірақ мен үнемі осылай екі ортада шапқылап жүре бермеймін ғой. Рахмет, ата-енем бір жылға дейін мені жіберіп, жағдайды түсінді. Бұдан кейін әйелсіз үй болып тұра бермейді ғой деп, күйеуіміз екеуміз келген кезде әкеме айттық. Әке, анамыздың орнын басқа әйелге бергіміз келіп отырған жоқ. Бірақ амалымыз жоқ. Сіз жалғыз болмауыңыз керек. Оның үстіне інімді де үйлендіруіміз керек. Оған дейін сіз үйленіп алыңыз. Келетін келінге жөн жосықты үйретіп отыратын ене керек деп әкемізді үйлендіруге тырыстық. Қазақта орта жолда атың өлмесін, орта жаста қатының өлмесін деген дұға тілек бар. Орта жасқа келіп, жарын жоғалтқан жанның жай күйі болмайтыны белгілі. Жас болса білінбес, мұндай жастағы ер адамға жар табу қиынның қиыны. Оның үстіне жас болса бір-біріне ыңғайласып, үйренісіп кетеді. Ал өзі үшін әбден өмір сүрудің жолын салып алған, қатып қалған емендей 50 жастан жоғары асқан кісілерге шынында қиын енді. Қаусап тұрған кәрі емес, уыл жаған жас емес, әрі-сәрі күй кешіп, жалтақтап қалады екен. Бірақ әкем қайта үйленуге қарсы болды. Мен үйленбей қояйын, маған аналарыңдай жан жолыға қоймас. Одан да ұлым үйленсін, ер жетіп тұр, үйленетін жаста. Одан да ұлымды үйлендіріп, келіннің қолынан шай ішейін. Немерелі болсам, ермегім де сол болар. Маған қолай көрініп отырған да осы шешім деп әкем айтқанынан қайтпай отырған соң біз де келістік. Інім де тым жас бала емес қой, жасы 20-дан асқан, жар таңдауды өзіне қалдырайық дедік.
асықтырмадық. Өйткені жар таңдау жауапты іс. Солай тағы да 1 жыл өтіп інім үйленді. Таңдаған жары бір қарағанда моп-момақан болып көрінгенімен, кейін түрлі мінездерін шығара бастады. Әкеме мүлдем қарамайды. Қарамағаны былай тұрсын, күніне 1 мезгіл ыстық тамағын өзін дұрыстап бермейді екен. Өздері оны-мұны жей салады. Мен анда-санда бір келгенімде келініме жай сөзбен түсіндіріп айтып кетемін. Бірақ ол сөз ұқпайтын сияқты. Ініме де әпкең келіп ұрысып кетті, тыныштық бермейді деп жеп көрінішті етіп қойыпты. Сол екеуі тыныш өмір сүрсінші деп әкемді алып кетейін десем, мен ата-енеммен тұрамын. Не істерімді білмей шаршап жүрмін.